Шайқурай, зверобой, шөбі. Үйімнің жанында өскендіктен теріп алдым. Шайқурай шөбі күйзелістен құтқаратын емдік шөп. Сонымен қатар асқазанның қышқылы көбейген кезде де шайқурай шайын ішу ұсынылады. Сонымен қатар суықты емдейді, қанды тоқтатады, иммунитетті нығайтады, ағзаны қуаттандырады, жаныңызды тыныштандырады. Флавоноидтар өт жолдарының, несеп ағарлардың, сонымен қатар қан тамырларының тегіс бұлшықеттерінің түйілуін басады. Олар өт ағысын арттырады, оның өт қабында бөгелуіне кедергі болады, тас түзілуінің алдын алады, өт бөлінуін жеңілдетеді, ішек түйілуін жояды, асқазан ішек жолының ас қорыту қабілетін жақсартады. Белсенді заттар антибактериялық, антисептикалық, қабынуға қарсы, өт айдайтын, несеп айдайтын, тұтқыр қасиеттерге ие. Шайқурайдың жалпы қуат беретін, қабынуға қарсы, өт айдайтын, тұтқырлайтын әсері бар. Қолданылуы кешенді емде, асқазан ішек жолдарының ауруларында, өт шығару жолдарының дискинезиясы, гастриттер, холестаз, гепатиттер, холециститтер, колит, стоматиттерді, гингивиттерді емдеуде жағымсыз әсерлері, аллергиялық реакциялар орын алуы мүмкін. Ұзақ қолданғанда препарат бауыр тұсындағы жағымсыз сезімдерді тудырып, ауызда ашы дәм сездіруі мүмкін. Қолдануға болмайтын жағдайлар: препаратқа жеке жоғары сезімталдықта, жүктілік, лактация кезеңі, 12 жасқа дейінгі балаларға, фотосенсибилизация, гипертония, анықталған эстрогенге тәуелділіктері бар. Емделушілер бауыр және бүйрек ауыру кезінде қолдануға болмайды. Дәрілермен өзара әрекеттесуі: шайқурай препаратын вирустарға қарсы заттармен кері транскриптаза тежегіштері, ампринавир, индинавир, ифавиренс, нивирапин, нельфинавир, ритонавир, саквинавир, стероидты препараттармен, протеолитикалық ферменттер, белсенділігін тежегіштер, сондай-ақ циклоспорин және варфарин препараттармен біріктіре қолданғанда осы препараттардың тиімділігін төмендетуі мүмкін. Шайқурай препараттарын бір мезгілде антикоагулянттармен, антибиотиктермен, антидепрессанттармен, анестетиктермен, контрацептивтермен бірге қолдануға болмайды, өйткені олардың әсерін маңызды күшейтуі немесе төмендетуі мүмкін. Айрықша нұсқаулар: емдеу кезінде эпилепсияға қарсы препараттарды, антидепрессанттарды, теофилинді, варфаринді, гепаринді, резерпинді, алкогольді тұтынудан бас тарту, ук сәуленің монофиларий, укшаны, күннің көзінде ұзақ болу, әсерінен аулақ болу керек. Демікпеден зардап шегетін емделушілерге бір мезгілде ингаляторлар мен шайқурайды қолдануға болмайды. Шайқурай шайын дайындауда әдеттегідей жасалады. 1 литрлік термосқа 2 шай қасық шөпті салып, үстіне қайнаған су құясыз. 20-30 минуттай демделген соң сүзіп алып, ем ретінде қолданасыз. Препараттың құрамында флавоноидтар, аскорбин және никотин қышқылдары, сапониндер, қант, каротин, холин, фитонцидтер, эфир майы, иіткіш, шайырлы және ащы заттар бар. Препаратты шоколад, кофе, ысталған және маринатталған өнімдермен үйлестіруге болмайды. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.